Бата беру адам ниет, жақсы тілек білдірудің ұлттық дәстүрі. Дастархан басында, түрлі жиын тойларда, тақта басқа адам өмірінде кездесер ірілі ұсақты қуаныштар той иесіне арнап қол жайып бата береді. Сондай-ақ қиын сапар алыс жолға аттанған азаматына ақ жол тілейтін халқымыздың ежелден келе жатқан дәстүрлерінің бірі бата. Бата беретіндер көбіне көпті көрген ақсақалдар мен кемеңгерлер болып. Бата қай кезде және кімге қарата айтылып тұрғанына қарай бірнеше түрде білінеді. Уайт сарапазан батасы, соғым батасы, зор батасы, жаңа ай батасы, теріс бата, келешегі сашылтау үйлеріне арналған бата, тағы да басқа түрлері бар. Дастархандарыңа береке берсін, бастарыңа береке берсін, астарыңа адалдық берсін, бастарыңа амандық берсін, дастарханың тоқ болсын, уайым-қайым жоқ болсын, бақ-дәулет берсін, астарыңа ғұмыр берсін, жастарыңа пәле жауға жамандық жоламасын астарыңа, Аллаху акбар. Әмин, бата берейін, жақсылықты тілейін, жаңа жылда қараңыз, үстем болсын мерейін, жақсылыққа бас болып, ауылымызда ас болып, келген наурыз құт болсын, түгел ақылға, араздыққа жол беріп, отырмайық тақылға, жермен бірге жанады, көңілде кір қалмасын. Наурыз бенен жанасын, тәніміз